Баршаңызға қайырлы күн. Қазіргі таңда өзекті болып жатқан ата заңның жаңа жобасы жөнінде өз пікірімді білдіргім келеді. Қазақтың тарихында ата заңға пара-пар көптеген қағидаттық мәнге ие құжаттар қабылданған. Тарихтан тартып айтар болсақ, Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы, Әз Тәуке дәуірінде жеті жарғы секілді ата заңдарымыз болған. Олардың әрқайсысы қазақ мемлекетінің негізі қалануына екпінді ықпал етті. Дәл қазір ел арасында 6 айға уақыт жуықта әзірленген ата заңның жаңа жобасы, оған енгізілетін өзгерістер қызу талқыланып жатыр. Әрине түпкілікті шешім жалпы халықтық референдумда қабылданары хақ. Жаңа конституцияда әділетті Қазақстан, заң мен тәртіп қағидаттары бекітіледі. Әр ұлттың жүрегінде ел, тіл, жер және тәуелсіздік сияқты ұғымдар болады. Сол тәуелсіздіктің басты негізі осы ата заң. Сондықтан қазіргі конституциялық реформа еліміздің болашағы үшін бүгін жасалып жатқан игі бастама.